Қайырлы күн балалар, қазақ тілі сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы мәтін және оның түрлері. Бүгінгі сабақта мәтін туралы түсініктеріңді қалыптастырасыңдар, мәтіннің түрлерімен танысасың, мәтіннің ерекшеліктерін ажыратасың, мәтінмен жұмыс жасауды үйренесіңдер. Балалар, біз әріптен сөз құраймыз, сөздерден сөйлем құраймыз, ал сөйлемдерден мәтін құралады. Мәтіндегі сөйлемдер өзара байланыста болады. Мәтіннің үш түрі бар: әңгімелеу, сипаттау және пайымдау. Әңгімелеу мәтіннің негізгі сұрағы не болды, не істеді? Мына мәтінге мұқият назар салайық. Сынып оқушылары терезе алдындағы гүлдің топырағын қопсытады, оған уақытылы су құйып тұрады. Демек балалар, бірінен кейін бірі болатын әрекет, оқиға баяндалатын, хабарланатын мәтін әңгімелеу мәтіні деп аталады. Хабарлау мәтініне не болды, не істеді сұрақтары қойылады. Бірінші мәтінде кім және не туралы айтылған? Бірінші мәтінде сынып оқушылары туралы айтылған және гүл туралы айтылған. Балалар алдымен не істейді екен? Балалар гүлдің топырағын қопсытады. Содан кейін не істейді? Оған уақытылы су құйып тұрады. Болған оқиғаның ретін көрсетіп тұрған қимылды білдіретін сөздерді атап көрейік. Қопсытады, құйып тұрады. Яғни бұл сөздерге не істейді деген сұрақ қойылады. Демек бұл әңгімелеу мәтіні болып саналады. Сипаттау мәтіннің негізгі сұрағы қандай? Құмырадағы гүл өте әдемі. Оның қып-қызыл гүлдері көздің жауын алады. Хош иісті гүлдері мұрныңды жарады. Заттың немесе құбылыстың сын сипаты берілген мәтін сипаттау мәтіні деп аталады. Сипаттау мәтініне қандай деген сұрақ қойылады. Мысалы, мәтіннен қандай гүлдер деген сұраққа жауап беретін сөздерді тауып көрейік. Өте әдемі, қып-қызыл, хош иісті. Міне осы сөздер қандай деген сұраққа жауап береді. Демек, бұл мәтін сипаттау мәтініне жатады. Пайымдау мәтіннің негізгі сұрағы неліктен деген сұраққа жауап береді. Алдымен мәтінді мұқият тыңдайық. Айболға мұғалім ескерту жасады. Өйткені ол гүлді жұлып алып, мұғалімге ұсынған еді. Үшінші сурет бойынша пайымдау мәтінін құрастыруға болады. Пайымдау мәтіні үш бөліктен құралады. Бірінші бөлікте түсіндіруді, дәлелдеуді қажет ететін ой айтылады. Мысалы, Айболға мұғалім ескерту жасады. Екінші бөлікте түсіндіру, дәлелдеу пікірі беріледі. Өйткені ол гүлді жұлып алып, мұғалімге ұсынды. Ал үшінші бөлікте қорытынды пікір беріледі. Ол кінәсін мойындап, мұғалімнен кешірім сұрады. Пайымдау мәтініне неліктен деген сұрақ қойылады. Суреттерге қарап, біздің сынып тақырыбында әңгімелеу, сипаттау мәтіндерін құрастырып көріңдер. Қай мәтін түріне сурет берілмеген? Яғни әңгімелеу мәтініне сурет берілген. Бұл әңгімелеу мәтінінде не істеді деген сұраққа жауап беретін сөйлем құрастырамыз. Сипаттау мәтінінде де сурет берілген, ал пайымдау мәтініне сурет берілмеген. Пайымдау мәтініне қандай сурет салуға болады? Өздерің ойланып, салып көріңдер. Сызбаны пайдаланып, пайымдау мәтінін құрастырып жазыңдар. Яғни дәлелденетін пікірге өйткені, себебі, неге десеңіз деген сөздерді пайдалана отырып, өз ойларыңды дәлелдеп көріңдер. Сондықтан, сол себепті, демек деген сөздерді пайдалана отырып, қорытынды жасаңдар. Бүгінгі сабақ сендерге түсінікті болды деп ойлаймын. Сау болыңдар балалар.